Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен етті бәліш жасадым. Орысша айтқанда мясной пирог. Менің жасаған бәлішім сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, мені қолдап жіберіңіздер. Жұмыртқаның сарысын пирогтың сыртына жағамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қамыр сондай нәзік, жұмсақ болу керек. Су құйған соң араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырдың бір бөлшегі үлкендеу, екінші бір бөлшегі кішкентай болу керек. Үлкен бөлікке бөліп алған қамырымызды жаямыз. Қамырымыздың кішкентай болған екінші бөлшегін осылай пирогымыздың бетіне жайып жабамыз. Салмамыз жақсылап пісу үшін осылай ауа шығатындай жер ашамыз. Алғаш рет жасап тұрған бәлішім менің отбасыма ұнады. Сіздің де отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Мінекей, құрметті көрермендер, біздің етті бәлішіміз дайын, яғни мясной пирогымыз дайын. Менің жасаған пирогым сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоларымды бірінші болып тамашалаңыздар. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Келесі жаңа күндерде жолыққанша сау саламатты болыңыздар.